Қалалық мәслихаттың 5-ші шақырылымының кезектен тыс 38-ші сессиясында Петропавл қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті және тағы да басқа мәселелер қаралды. Сессияның жұмысына шаһар басшысы Марат Тасмағанбетов қатысты. Күн тәртібінде көтерілген алғашқы сұрақ Петропавл қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджетіне қатысты болды. Жиында сөз алған қалалық экономика және бюджетті жоспарлау бөлімінің жетекшісі Гүлнар Амренова өткен 8 айды қоса алғандағы биылға жоспарланған салықтық түсімдер, кіріс шығыстарды қарастырып, бюджетті қайта бөлу керектігін айтты. Так, в связи с изменением единой бюджетной классификации поступления. Бірыңғай бюджеттік сыныптамаларды өзгертулерге байланысты бұрын сыныпталған 5 кіріс біріктіріледі. Олар жер салығы, баж салығы, түрлі жиналымдар, жанар-жағармай және алкогольдік ішімдіктердің акциздері 1 миллиард 217,6 миллион теңгені құрайтын. Мемлекеттік кіріс басқармасының ұсынысымен 8 айдағы кіріс пен жылдық болжам бойынша жоспар 211,8 миллион теңгеге қысқарды. Депутаттар жобаны қабылдауға дауыс берді. Жиын барысында қалалық мәслихат депутаты Павел Афанасьев Петропавлда бірқатар көпқабатты үйлердің қасбеті боялып жатқандығы әлеуметтік желілерде қызу талқылануда деді. Оның сөзінше азаматтар қай үйлерді қай түске қандай қаражатқа бояп жатқандығы қызықтыратын көрінеді. Данная работа проводится. Әрине пәтер иелері кооперативінің келісімімен үйді бояу, боямау, қандай түске бояу сынды сауалдарды тұрғын үй инспекциясы әрбір үйдің тұрғындарымен келісіп атқарады. 5-ші шақырылымның кезектен тыс 38-ші сессиясында 6 сұрақ қаралса, жемқорлықпен күрес бойынша комиссияның ведомствоаралық құрамын бекітуге, құқық бұзушылықтардың алдын алуға, қылмыстық жазасын өтегендерге әлеуметтік көмек көрсетуге қатысты болды. Самат Сапаралы, Индира Қалиева, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.